Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздердің назарларыңызға Брайан Трейсидің «Маленькая книга хороших советов для преуспевающей женщины» деген кітабынан шағындап, қыз-келіншектерге пайдалы кеңес деп аударып ұсынып отырмыз. Сіздерге пайдалы болады деген үміттеміз. Біздің каналымызға егерде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Алда сіздерді әртүрлі жақсы, пайдалы контент күтіп тұр. Олай болса, бастайық. Өзіңіздің әлі ашылмаған ғажайып мүмкіндіктерге ие керемет жан екеніңізді ұмытушы болмаңыз. Есіміңіз сіздің әлеміңіздегі ең басты ғажайып әуен. Есіміңізді қашанда мақтанышпен атаңыз. Сіздің жетістігіңіздің басты негізі мақсатыңыз бен жоспарыңызды қағаз бетіне түсіре білуіңіз. Жеке басыңызды дамыту мен біліміңізді жаңартуға ұдайы инвестиция жасап отырыңыз. Құдай сізге сыйлық бергісі келсе, оны қиындықтарға орап береді. Қиындық неғұрлым үлкен болса, сыйлық соғұрлым үлкен. Өзіңізге қаншалықты ұнайсыз, ісіңіз соншалықты жақсы жүреді. Ал ісіңіз жақсы жүрген сайын, сіз өзіңізге ұнай түсесіз. Әр күніңізді мынадай сөздермен бастаңыз. Ішім сезеді, бүгін керемет күн болғалы тұр. Және бұл дәл солай болады да. Әр күн сайын өзіңізге тыныштықта, жалғыз отырып демалатын, ішіңізден тілек тілейтін уақыт табыңыз. Атқаратын істердің тізімін жасап үйреніңіз. Әр жексенбіде келесі аптаға жоспар құрып, әр кеш сайын келесі күннің кестесін жасаңыз. Отбасыңызбен бірге болған кезде оларға 100% көңіліңізді бөліңіз. Кез келген ұлы істерді орындау, табандылық пен ерік жігерді қажет етеді. Пайдалы кеңестер сіздерге ұнаған болса, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы болсын.